Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және пайдалы классикалық винегрет салатын дайындайтын боламыз. Мен алдын ала қызылшаны бөлек суда және сәбіз бен картопты бөлек суда пісіріп алдым. Олар суығаннан кейін ең алдымен картопымызды осылай көбіктап турап аламыз. Және де бір дана сәбізімізді де дәл солай көбіктап турап аламыз. Сонымен қатар тұздалған қияр немесе маринадталған қиярымыздан 2 дана дәл видеодағыдай көбіктап турап аламыз. Келесі 2 дана қызылшамызды дәл видеодағыдай көбіктап турап аламыз. Және де бір дана пияз қосамыз. Егер сізге ұнамайтын болса, қоспасаңыз да болады. Ол өз қалауыңызша. Мен бір дана пияз қостым. Оны да видеодағыдай көбіктап турап алдым. Және консервіленген жасыл бұршақтан 6 ас қасық қосамыз. Міне барлығын осылай бір араластырып аламыз. Енді салатымызға қосатын келесі қоспаны дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 ас қасық сұйық май қажет болады. Және шым-шым дәміне қарай тұз саламыз. Жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. Жарты шай қасық қант саламыз. Және сонымен қатар қыша, яғни горчица қажет болады. Бізге порошок түрінде емес, осындай видеодағыдай қоймалжың түрінде болуы қажет. Одан 1 шай қасық саламыз. Және үй жағдайындағы осындай сірке суынан мен 1 ас қасық қостым. Егер сізде ондай болмаса, яблочный сірке суын пайдалансаңыз да болады. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді осыны салатымызға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзын тексеріп аламыз. Кем болып жатса қоссаңыздар болады. Енді осы салатымызды жарты немесе 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Өте пайдалы, өте дәмді. Видео сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырау тушағына басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.